Мысалға сіз өзіңіздің иманыңыздың әлсірегенін сезіп тұрсыз. Намазға деген жалқаулық бар екенін сезіп тұрсыз. Құранға деген махаббат баяғыдай емес. Мешітке деген тартылыстың күші азайған. Барлығын сезіп тұрсыз. Сіз өзіңіз дабыл қағу керексіз. Өзіңіз дабыл қағып, достарыңызға звондап, бүгін бір ұстаз келе ме, бір отырыс жасайықшы, бір имекеңді, молдекеңді шақырып, бір дастархан жасап, уағыз тыңдайықшы, бүгін мешітке барайықшы, бүгін бір Құран оқиықшы, кітап сатып алайықшы. Білмеймін, әйтеуір иманыңды күшейтетін бір амалын жасайсың. Өйткені сен сездің жүрегіңнің әлсіз екенін. Сен өз-өзің үшін дабыл қағасың. Ал біреулер бар. Иманның әлсіреп бара жатқанын сезсе де дым жасамайды ғой. Ол күтеді, қашан мені біреу құтқарып алады. Қашан маған қазір біреу келіп звондайды, қашан ол мені үйге келіп машинамен алып кетеді, қашан ол мені мешітке апарады, қашан ол мені мешітке алып кетеді. Брат, машина бар ма? Бүгін Құттанға барып қайтамыз ба? Жоқ. Онда Құттан ат мені. Бітті ғой сонымен. Таң намазына ниеттеніп жатасың. Сөйтсе сен өзіңше күшті болып ниеттеніп жатасың. Алло, мәке, таң намазына барсам, брат, мен шаршап тұрмын. Ат мені болды ма? Жәдік болды. Болды да. Біреудің бізді құтқарып алып жатқан күтеміз. Бұл біреу сізді құтқарып алады деп күтпеңіз. Сіз Аллаға қарай өзіңіз барыңыз, өзіңіз қадам бастаңыз, өзіңіз шығыңыз. Алла тағала айтып тұрған жоқ па? Бір кішкентай ғана қадамыңнан саған қарай жүгірем. Сен алыстан күтіп алам, қарсы алып алам деп. Бұл Алланың уәдесі ғой.